Бұл Серік Жұмабек. Ол бай болуды армандайды. Сол үшін де көп ойланады. Бірақ мүлдем жұмыс істемейді. Айналайын-ау, мен әлі күнге дейін түсінбеймін. Ақша алтын емес қой, жерден қазып алатын. Неге бәрімізге бірдей қылып үлестіріп бермейді? Менің де бай болғым келеді. Иә, расымен мемлекет қажетті банкнотты өзі басып шығарады емес пе? Халықтың бәріне ақша үлестіріп, неге оларды әлеуметтік қиындықтан шығармасқа? Сонда ешкім қаржылық тұрғыдан тарықпас еді ғой деген заңды сауал туындайды. Әлде оның да келіп кетер кесірі бар ма? Ақшаның өзінің айналыс заңдылықтары бар, бірақ бір жағынан ақша материалдық құндылықтардың жаңағы эквиваленті болғаннан кейін ақшаның көлемі, ақшаның айналысқа шыққан көлемі материалдық құндылықтардан өте алшақтап кетуге болмайды. Ақшаңыз қалтаңызда болып, бірақ оны жұмсайтын бағыт болмаса, материалдық құндылықтар болмаса, сатып алатын заттарыңыз болмаса, одан біз ешқандай пайда таппаймыз. Сондықтан жаңағы ақшаны сатып, ақшаны көп шығарып, эмиссия алып, оны жаңағы халыққа таратып беру деген бұл нарық заңдылығына болсын да, басқа да әлеуметтік экономикалық заңдылықтардың ешқайсына жатпайды, кері әсерін тигізеді деп ойлаймын. Қысқасы, ақшаның өз бағасы болмайды. Ол тауар көлеміне тәуелді. Яғни ақшаның құнын ақшамен шығару мүмкін емес. Тіпті шектен тыс басып шығарылған банкноттар құнсыз болумен қатар адамның жұмыс істеуге деген құлшынысын азайтып жібереді. Сосын ақшаны көп шығарып, оны халыққа егер тарататын болсақ, барлығында ақша болатын болса, ең бірінші адамда мысалға сізде де, менде де барлығында бірдей ақша, жұмыс жасасын, жасамасын, ақша көп болатын болса, адамның бірінші еңбекке деген жаңағы құлшынысы, бәріміз жұмыс жасайтынымыз табыс табу үшін ғой, құлшынысы азаяды, және екінші жаңағы өндіріс ол ақшаның соңынан үлгермейді. 1 килограмм қантты мысалға жаңағы кезінде 200-ге алдық, қазір 300-ге алсақ, кейіннен ол 30 мың теңге тұратындай жағдайға жететін кез болады. Сондықтан бұл ақшаны нарыққа көп шығарудың зияны біріншіден халыққа осылай, ал экономикаға ол өндірістің азайып, бүкіл экономикамыздың құлдырауына алып келіп соғады. Сарапшылар әлемдегі барлық ақшаны адамдарға бірдей бөліп берген күннің өзінде олар ұзақ уақыт бойы тең дәрежеде өмір сүре алмайды дейді. Ол кезде де бай мен кедей деген ұғым бәрібір болатын көрінеді. Бүкіл адамның бай болуы мүмкін емес. Себебі ол жаңағы өзіміз айтып отырғандай, адамның жаңағы қабілеттілігінде, өмірді қабылдауында, сана сезімінде, мысалға дүние жүзінде кез келген осы бәленбай ақшаны бүкіл адамға біз бөліп беретін болсақ, соның ішіндегі жаңағы іскері, жаңа ой тауып, жаңа идеяларды іске асыратын, жаңа бизнестің көзін ашатын адамдарға сол бүкіл ақша бұрынғы бай болған адамдарға қайтып барады. Мысалға, ештеңе өндірмей жұмыста қарап жатып, не болмаса күнделікті бір айлыққа барып келіп жүрген адамның жағдайымен өнім өндіріп, жаңа бір кәсіптің көзін ашып, табыс тауып жатқан адамның жағдайлары бірдей болмайды. Қысқасы, адам үшін ең қуатты актив ақша емес, ақыл ой болып тұр ғой. Енді мына қызыққа қараңыз. Қазір көп адам қолма-қол ақшамен төлем жасағаннан гөрі онлайн аударымды қолайлы деп санайды. Ақыры солай болса, болашақта құнды қағаз шығарудың не қажеті бар? Мысалға жаңағындай ондайда жағдайлар болған тарихта, мысалға мүлдем ақша шығарылмаған жағдайдың өзінде, ол тағы да айналып келген кезде жаңағы оның екінші кері жақтары бар. Яғни халықтың төлем қабілеттілігі төмендеп кетеді. Яғни адамдар жасаған жұмыстарына қатысты қаражаттарды ала алмауы мүмкін. Яғни айналып келген кезде бар дерлік қызметтерінде артып кетуіне әкелетін жағдай. Көптің көкейіндегі тағы бір сауалды нақтыласақ, қазір аса қажетті жағдай болмаса, әмиянында ақша сақтап жүрген адамды көрмейміз. Сонда қағаз ақшалардың барлығы қайда кетіп жатыр? Біздің ақшамыз ол айналымда жүрді ғой кезінде. Қазірде мысалға қарап тұрсаңыз, нақты ақшамен төлем жасап жатқандар да аз емес, олар да бар. Ол ақшалар айналымда болғаннан кейін, ол міндетті түрде айналып банктерге келеді. Банктерге кез келген уақытта сіз барсаңыз, мысалға, егер сізге нақты ақша керек болатын болса, сіз өтініш жазып, сол көлемде ақшаны аударып ала аласыз. Нақты қолма-қол шығарып алуға да мүмкіншілік бар. Ол банктерде және ұлттық банктерде сақтаулы. Кедейлік пен банкроттықтың арасында айырмашылық бар. Банкроттық уақытша, ал кедейлік тұрақты жағдай дейтін тәмсіл бар. Расымен біздің қанша ақша тапқанымыз емес, қаншасын сақтап қалғанымыз маңызды болса керек.
менің бір байқағаным, аспаннан кигіз жауса да жалқа ұлтараққа жармайды деп біздің қазақ бекер айтпайды екен. Расымен қапалақтап жауған қалың қардай қаражатыңыз болғанмен, оны тиімді пайдалана алмасаңыз, ақшадан ақша жасамасаңыз, бәрі бекершілік екен. Армандаудың ешқандай қажеті жоқ, тек жұмыс істеу керек.